Облыс аумағында автобус жедел алдын алу шарасы жалғасып жатыр. Аталмыш операция аясында тәртіп сақшылары көлік прокурорларымен бірлесіп, жолаушы тасымалымен айналысатын автобустарды тексеруді. Кезекті шараның нәтижелерін облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі әзірлеген бейнематериалдан біле аласыздар. Қоғамдық көлікті тізгіндегендердің арасында заңды елемейтіндер және жолаушылардың өмірін қатерге тігетіндер бар болып шықты. Мысалы, 4 бағытындағы автобус жүргізушілерінің бірі техникасын газ қондырғысымен жабдықтап алыпты. Полицейлер оның бұл әрекетін заңсыз деп тапқан. Как вы считаете перевозку пассажиров на переоборудованном автобусе? Вы своему руководству говорили вообще, что там газовое оборудование установлено, а в техпаспорте отметки нет? Ну, наши говорили, там, ребят, я говорил. Қоғамдық көліктерге газ қондырғыларын орнатуға тыйым салынбаған, алайда оның өз тәртібі мен талаптары бар. Сондықтан полицейлер пысықай жүргізушіге әкімшілік хаттама толтырып, оны тәртіпті болуға шақырды. Жалпы жыл басынан облысымызда осыған ұқсас 12 факті тіркеліпті. Мұндай заңсыздықтардың жолын кесу мақсатында тәртіп сақшылары қала ішіндегі жолаушыларды тасымалдайтын автобустардың бәрін тексеріп шықпақшы. Сегодня на конечных остановках города Петропавловска. Соңғы аялдамаларда автобустардың техникалық жағдайын тексердік. Автобус жүргізушілерінің көпшілігі тиісті органдардың рұқсатынсыз жолаушылар көлігіне газ қондырғысын орнатып алыпты. Біз бұл мәселені жуық арада бір жақты етуіміз қажет. Өйткені жолаушылардың қауіпсіздігі бірінші орында. Республикалық автобус жедел алдын алу шарасы өңірімізде қаңтардың 22-сінен бастау алған. Содан бері тәртіп сақшылары 460 құқық бұзушылықтың бетін ашыпты. 9%-ында қоғамдық көлікті басқарған жүргізушілердің рұқсат құжаттары болмай шыққан. Ал қолында жүргізуші куәлігі барлар өзге елдің азаматтарының кейбірін ел аумағында заңсыз тасымалдапты. Мұндай фактінің бір емес, бірнешеуін көлік прокурорлары Келлеровка селосының маңайындағы бекетте анықтапты. Бүгінде ортақ тәртіпке бағынбағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Айта кету қажет, автобус жедел алдын алу шарасы жаз мезгіліне дейін жалғасады. Берік Қасен, облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.